Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен еңбек бағдарламасы аясында бизнес-инкубаторы жобасы іске асырылып келеді. Ал оның басты мақсаты мектеп, колледж немесе жоғары оқу орындарындағы студенттерді кәсіпкерлік негізге үйретіп, өз кәсібін ашуға мүмкіндік беру. Мы создаем площадку. Біз бизнес алаңын құру үшін аталған жобаны бастадық. Кәсіпкер көріп, біліп, үйреніп қана қоймай, өз кәсібін ашады. Яғни бизнеспен бетпе-бет келеді. Жобаны іске асыра бастаған кез келген жас үш негізгі қағиданы түсінуі керек. Оның құндылығы, пайдасы және бизнестің қаржылық моделі. Осы үштаған арқылы кәсіп нарыққа төтеп береді. Бизнес-инкубаторы идеялардың көбеюіне, кәсіпкерлердің жаңа буынын қалыптастыруға мүмкіндік беретін жоба. Бүгінде оған Көкшетау қаласындағы 20-дан астам колледж қызығушылық танытып отыр. Алайда алғашқылардың бірі болып, жоғары техникалық колледжі базасында пайда болды. Негізі бизнес-инкубатор бертін шыққан жоба. Алдында 2013-14 жылдан бастап біздің бітіретін курстарға кәсіпкерлік негіздері деген пән енгізілді. Кәсіпкерлік негіздері пән енгізілгеннен кейін жақсы нәтижелер, жақсы көп сұранысқа ие болғандықтан бизнес-инкубатор жобасын жобалап ашуға ниеттендік. Содан 2020 жылы қаңтар айында аймақтық бизнес-инкубатор ашылды. Бизнес-инкубатор арқылы қоғамдағы ең сұранысқа ие мамандар дайындалады. Дайын кадрлар өзіне жұмыс істеп қана қоймай, отандық бизнестің дамуына және қоғамға пайдасын тигізеді. Бірақ олардың идеясын іске асырып, қаржыландыруға білікті мамандар қолдау көрсетеді. Самая главная наша задача. Біздің бүгінгі мақсатымыз жас кәсіпкерлердің алғашқы бастамасын қолдау. Сәкен Ғабитұлы 2015 жылдан бастап жоғары техникалық колледжі базасында бизнес-инкубаторы жобасын жүзеге асыра бастады. Ол жерде екі бизнес жобасы қаржылай қолдау тапты. Сонымен қатар жұмыспен қамту орталығымен де тығыз байланыстамыз. Ол жерде жобаны қаржыландыру 2025 жылға дейін ұзартылды. Қолында дипломы бар жас мамандар ондағы қаржыны алу үшін байқауға қатыса алады. Мы в рамках программы «Еңбек» Еңбек бағдарламасы аясында дәнекерлеуші және электрик мамандарының бір тобын оқытып шықтық. 20 адамның ішінен екеуі қаржылай грантты иеленіп 500 мың теңгеден алды. Қазір өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Міне, жетістік дегеніміз осы. Жасұлан Жылқайдар оқуын тәмамдап бизнес-тренерлердің қолдауының арқасында біліктілігін жетілдіріп, өз кәсібін ашқан кәсіпкер. Гүл бизнесімен айналысады. Айналасы 4-5 жылдың ішінде ол тұрақты табысқа қол жеткізіп, тұтынушылардың сеніміне кіріп үлгерді. Кәсіпкердің айтуынша, бизнестің дамуы үшін сапалы өніммен қатар қаржылық сауаттылық бәрінен де маңызды. Қазір Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы түрлі бизнес-коучтардан өзіңізге қажеттіні таба аласыз. Алғашқы бастама үшін бұл жақсы мүмкіндік. Меніңше Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы стартап иелері үшін барлық жағдайды жасап отыр. Мен гүл бизнесімен 2015 жылдан бастап айналысып келемін. Жалпы 6 жылдан астам уақыт болыпты. Бастапқыда онлайн дүкені ретінде ашқанмын. Көкшетау қаласында алғашқылардың бірі болып, Instagram желісінде сауда жүргіздім. Табыс жолы осылай басталды. Руслан Саурбаев та бизнес-инкубатор арқылы кәсібін жолға қойған кәсіпкер. Бастапқыда күш-жүгері мен білімін автомобильдердің мобильді диагностика саласына жұмсаса, қазір одан табыс тауып отыр. Қазір Көкшетау қаласында Русланнан артық көлік диагностикасын жүргізетін маман жоқ десек артық емес. Ал жұмыстың өнімді болу үшін ол соңғы үлгідегі жабдықтарды сатып алып, автокөлік иелеріне қызмет көрсетіп келеді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен іске асырылған жобаға қатысып, өзімді дамытып таңдаған кәсіпті жолға қойдым. Алдағы уақытта грант алу мүмкіндігі де бар. Барынша қажет ақпарат алдым, үйрендім. Күніне кем дегенде 2-3 көліктің диагностикасын жүргіземін. Бұл менің басты кәсібіме айналды. Еңбек бағдарламасы арқылы қолдау тапқан бизнес-инкубаторы жобасының тиімділігі осындай. Ол кәсіпкерлердің ертеңгі буынын қалыптастырып, бизнес пен экономиканың дамуына сүбелі үлес қосатыны сөзсіз.